сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіздер. Қалайсыңдар? Жақсы. Үйде апаталарың бар ма? Ертегі оқи ма? Молодцы, молодцы. Біз енді сендерге ертегі оқып берейік, тыңдайсыңдар ма? Тыңдаңдар. Одан кейін мен сендерге сұрақ қоямын. Сендер маған айтып бересіңдер ертегінің несін, мазмұнын. Міне, әжемнің ертегілеріне саяхат дейді, міне, көрдің ба? Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Білесіңдер ме қарлығаштың құйрығының айыр екенін? Uzun. Uzun, dürüst. Yılanın kuyruğu da uzun. Күндердің бір күні жылан жер жүзіндегі жанды мен жансыздарға мынадай арыз айтыпты. Айтады: менің тәңірім сендердің бәрінен кем жаратыпты. Аяқ қолым жоқ, басымды көтере алмай жер бауырлап қалдым. Не жеп, не қоярымды да білмеймін. Сендердің бәрін бір бүтін тіндісіңдер, ал мен айыр тілдімін. Ойлап отырсам, жанды мен жансыздың ішіндегі сорлығы мен екемін. Маған ешқайсының жәрдем еткілерің келмейді. Сен қасіретті көп тарттың. Ондайлар әрдайым әділ келеді. Сен барлығымызға патша да бола аласың деп, сөзбен болса да жұбатып кетпейсіңдер ме? Деп ол екі көзін қанды жасын сорғалатып ағыл-тегіл жылайды. Кім жылайды сонда? Қасқыр. Жылан, айдаған. Тыңдаңдар балалар. Жанды жансыздың барлығы жыланға аяныш білдіріп, өкпесін орынды келеді. Қарасың деп шықпайтын. Қара қылды, қақ жарған, ақ жүрек ақылшымыз болар десіп, өздеріне патша етіп ыңғайлады, сайлады деген сөз ғой. Жыл артынан жыл, күн артынан күн өтіп жатады. Күндердің күнінде жылан екен бүкіл әлемге патша болып, барлығы билікті өз қолыма алсам, бұдан да жақсы тұрар едім. Көзіме көрінген тамақты ішпей, дүниедегі жандылардың ең тәтті қандысын жер едім деді. Деп қиялдайды. Қан дәмін айыра алатындарды шақыртады. Қос қанатын дәлдетіп, аяқтарын шілтитіп, қауырып шіркей тұмсығын әдеретіп маса, патшаның көңілін таба деушілердің бәрі келеді. Шіркей келеді, маса келеді, тағын келеді. Патша олардың ішінен шіркей мен масаға жер жүзін аралап, өсімдіктердің дәмін татып, жанды жансыздың қанын сорып қайтыңдар. Тек бұлар ғана емес, қаттыдан тастың, жұмсақтан топырақтың да дәмін алыңдар. Дүниедегі ең тәтті зат бұдан бұлай, менің тамағым болатындай етіңдер, деп уақыт кесіп, бүкіл әлемді шарлатып жібереді. Баяғыда мақта қыз болыпты. Мақта қыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да